Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Ақнұр. Бүгін сіздермен шоколадты кремнің рецептімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Бұл шоколадты крем барлық шоколадный торттарға және де торттардың сырттарын қаптауға бола береді. Бұл жерде менде мына жерде ыдысымда сливки бар. Шоколадты креміміз үшін сливки екі түрлі шоколад, молочный, темный және де сары май керек болады. Енді сливкимізді жай отта қойып қоямыз, толық қатты ысығанша. Ал ыдысымызға шоколадтарымызды салып, үстіне сары майымызды саламыз. Сливкиміз қатты ысығаннан кейін осы арнайы массамыздың үстіне құйып қоямыз. Толық еру керек осы жерде шоколад пен сары майларымыз. Біздерде толық еріп шықты. Лопаткамен араластырып көресіздер. Ішіндегі бүкіл еру керек. Немесе блендермен араластырсаңыздар да болады. Енді толық ерігеннен кейін үстін пищевой пленкамен жауып қоямыз. Ішіндегі шоколадқа пленкамыз тиіп тұру керек. Ішінде ауа қалмау керек, себебі бетін осы толық тегіс етіп жауып қоясыздар. Дайын болған массамызды холодильнигімізге салып қоямыз 1 күн немесе 8 сағатқа. Біздердің креміміз дайын болды, қыздар, міне күшті болып шығады. Менде толық 1 күн тұрды. Сіздер де дайындап көріңіздер.